Қайырлы күн. Бүгін сіздермен ТЖБ 2-ші тоқсанның есебін талқылайтын боламыз. Берілген бөлшектердің қайсысы шектеулі ондық бөлшек түрінде жазуға болады. Шектеулі деген, яғни мына берілгендерді ондық бөлшек түріне бұрынғыда айналдыра аламыз деген сөз. Ал шектеусіз деген оны периодта жазу, иә? Енді ол үшін бізге бөлімі 100-ге, 10-ға, 1000-ға, 10 мыңға дөңгелектенетіндей болу керек. 3-тен 1 болмайды. 25-тен 4 осы болады, себебі 125-ке бөлінеді. Екінші, А айнымалысын Б айнымалысы арқылы өрнектейді. Яғни мынау теңдеуде Аны тап деген сөз. А айнымалысын тап деген сөз. Ол үшін мына 2 бөлімінде 2 тұрма, оны теңдіктің екінші ағына бөлу 2 деген сөз ғой. Теңдіктің екінші ағына қалай өтеді ол? Көбейту 2 болып өтеді. Алымы сол күйінше сақталады. 2В тең 6 көбейту 2 нешені береді? 12-ні. Яғни мына жаққа көбейту болып өтеді. Әрқашанда бөлімінде тұрса, теңдіктің екінші ағын көбейту болып өтеді. Енді осы жерден 5А. 5Аны қалдыруым керек, себебі А айнымалысын тап дейді. Сонда 12 минус 2В, мұнда плюс 2В болып өтеді. Енді Аны табамын. Аны табу үшін коэффициент әріппен көбейтіліп тұр, иә? Теңдіктің екінші ағына ол көбейту амалы не болып өтеді? Әрине бөлі болып өтеді. Сонда 12 минус 2, плюс 2В бөлінген не болады? 5 бұл көбейту бөлі болып өтеді. Так, үшінші есеп. Жақшаны ашып, ұқсас қосылғыштарды біріктір дейді. Демек, минус 4А, минус пен жақшаның ішінде минус плюсті береді. Ол 7В, минус 2В, жақша сыртта минус пен ішіндегі минус плюсті береді. 3А, плюс пен минус бізде минусты береді. Плюс-минус. Сонда минус 9В, яғни жақшаның алдында егер плюс тұратын бол, 9-да плюс тұратын болса, онда жақша ішіндегі өрнекті сол күйінше көшіріп аламыз. Енді ұқсас мүшені біріктіреміз. Минус 4А мен плюс 3А нені береді? Минус А. Минус А минус 8 нені береді? Минус 9. Минус А минус 9 минус 10-ды береді. Сонда минус 10А. Енді бұларды өрнектеймін. 7В минус 2В 5В-ны береді. 5В плюс 2В 7В-ны береді. Міне ұқсас мүшені біріктірдім. Төртінші есеп. Өрнекті ықшамда дейді. Сосын X және Y кестегі нәтижелерін айнымалының орнына осы сандарды қойып есепте дейді. Ол үшін бірінші өрнекті жақшадан ашып шығамыз. 4-тен 1X дегеніміз, 4-тен 5X-ті береді. 4-тен 5X көбейтіп шығамыз. 16 алымына өтсе, онда бізде не болады бұл? 4, иә? Өткен 16, 4-те 16 болады, алымына көбейтілгенде 4-те 16 деген сөз, 4 деген сөз, 16-ны 4-ке бөлеміз, себебі. Минус 2-ден 3Y, жақша алтына коэффициентті көбейтіп шығасыз. 8-ді 2-ке бөлсем 4, плюс 4 болады. Мына минус 4 пен плюс 4 қысқарып кетеді, өткен 0 дегенді береді. Не қалды сонда менде? 4-тен 5, X минус 2-ден 3Y. Енді әріптердің орнына санды қойып есептей саламын. 4-тен 5, X менің нешеге тең? Көбейту сразу ондық. Жай бөлшекті араласам, иә? Бұрыс бөлшек айналдырып алайын. Сонда 5, 2-ке 5 өсем 10, 12 болады. 12 минус 2-ден 3 көбейту Y-ім 6-ға тең. Енді ұқсас мүшені өрнекті ықшамдаймыз. Көбейтуде не бар? Мына 4 пен
бірінің алымы, бірінің бөлімі болу керек. Қысқарады 4-ке, сонда мұнда 3 қалды, мұнда 1. Мына 5 пен 5 қысқарады, 1 болады. Мына жерде бар ма? Бар екен, е? Мына мен мынау қысқарады, мынау 3 болады, мынау 1 болады, себебі 2-ке қысқарады. Енді не қалды? Соны жазайық. Бірінші көбейтіндіде алымында 3, бөлімінде 1 қалды. Минус бөлімінде 1 қалды, алымында 3-ке 3-ті көбейтетін болсақ 9. Яғни 3-тен 9-ды ал деген сөз, бөлімінде 1 бар деген сөз. Ол егер бөлімі 1 болса, ол бүтін сан деген сөз ғой. 3-тен 9-ды азайтатын болса, минус 6 болады жауабы. 5-ші АБСД тіктөртбұрышы дейді. Ал мұнда тіктөртбұрыш сызайық. АБСД тіктөртбұрышының АБ қабырғасы жазып шығайық. Қайсысы А, қайсысы Б, е? АБ қабырғасы x сантиметр. Мұна бізде x сантиметрге тең. Тіктөртбұрыштың қалған қабырғаларын өрнекте дейді. БЦ қабырғасы, мұна БЦ қабырғасы АБ қабырғасынан 2 сантиметрге ұзын. 2 сантиметрге ұзын. Демек, АБ қабырғасы x болатын болса, осыдан 2 сантиметр ұзын. Яғни плюс 2. СД қабырғасы АБ қабырғасынан СД қабырғасы АБ қабырғасы 3 есе қысқа. АБ-дан 3 есе қысқа. Қысқа есе қысқа деген сөз бөлу деген сөз ғой. X бөлінген 2. АД қабырғасы СД қабырғасынан 2 сантиметрге ұзын. Яғни СД X бөлінген 2 ғой. Осыдан 2 сантиметрге ұзын. Онда X плюс 2. Осылай өрнектеп алдық. Осыны бізге айтып жатыр. Яғни сіз жай ғана жаза саласыз. АБ. Осы сызбаны сызасыз, сосын есептің шартын жазасыз. X деп алдым дейсіз. BC не болады сонда бізде? BC X плюс 2-ні береді. CD нені беріп тұр бізде? X бөлінген 2-ні беріп отыр. 4 қабырғасы 4 түрлі болып тұр, сонда. Ал AD X плюс 2-ні, X бөлінген 2 плюс 2-ні беріп отыр. Енді осымен біріншісі бітті 5-тің. Екіншісі АБСД төртбұрышының периметрі 12 сантиметрге тең. Біз білеміз, периметрді тапқан кезде, оны не істейміз? Барлық қабырғасын қосып шығамыз. Периметр деген сөз бүткіл қабырғасын, АБСД деген жан бүткіл 4 қабырғанда қосу. Бізде жаңағы төртбұрышта 4 қабырғасы 4 түрлі шықты ғой. Біреуі X шықты, яғни осыны табамыз. Бірінші қабырғасы X болды. Екінші қабырғасы X плюс 2 болды. Үшінші қабырғасы X бөлінген 3 болды. Төртінші қабырғасы осыдан артық болды ғой 2 сантиметрге. Онда X бөлінген 3 плюс 2 болды. Осы 4 қабырғасының қосындысы 12 сантиметрге тең дейді. Міне теңдеу құрастырдық. Осы жерден біз өрнекті ықшамдап алсақ та болады. Кеттік. X-тер ортақ бөлім беріп жүрсеңіз болады. Егер барлығына ортақ бөлім беретін болсаңыз, онда сізде X өрнектелген теңдеу шығады ғой. Қараңыз, бөлімінде 3 қана тұр ма? Онда барлығына 3-тен беріп шығыңыз. Өткен бәрінің бөлімі 1 ғой. 3, мынаған да 3. Мына екеуіне бермеймін, мынаған беремін. Теңдіктен кейінгі санға да беріңіз, себебі бөлімін тастап кетеміз. Осыдан не шықты? 3x қосылған 3x қосылған x қосылған x. Тек алымдарын алып жатыр, байқап отырсаңыз, қосылған 6 3x, x және мына 3-ті 2-ге көбейткенде 6 тең
12-ні 3-ге көбейтсем 36. Енді біріктіріп шығамын. 3x 6x береді. 6-ға x 7x, 7x-ке x-ті қоссам 8x болады. Ал мына 12, мынадан 2 12 болады. 12 мына жаққа минус болып өтеді. Сонда 36 минус 12. Енді теңдеуді жазып шығам. Сонда 8x тең 24 деген теңдеу шықты міне. Енді 5-тің үшіншісі 2 пунктте шыққан теңдеуді шығарыңыз, абы қабырғасының ұзындығын тап дейді. Абымыз жаңа x-ке тең болды ғой. Бізге мына өзіміз құрастырған теңдеуді тап дейді. Яғни бұл 8x тең 24. Осыдан x табу үшін не істеймін? 24 бөлінген 8 болмай ма? Сонда x-ім қаншаға тең болып тұр менің? Әрине 3-ке. Бұл не? Бұл абы қабырғасының мәні. 6-шы өрнек. Мынаның мәнін тап дейді. Бірінші мына көбейтіндіні орындап аламыз. 1/100-ден. Давайте амал ретімен орындасақ, қатесі шығады, жаңылыспаймыз да. Бірінші 1/100-ден 25-ке көбейтемін минус 2/3-ті. Қанша шығады? 1/125-ті 2/3-ге көбейткенде 2 минус 2/875 деген сан шығады. Екінші көбейтіндіні орындаймын. Яғни 1/125-ке көбейтемін 0,7-ні. 1/125. Негізі осы жерден ортақ көбейткіш ақша сыртына шығарып жіберсек ыңғайлы болушы еді. Қазір оны да көрсете салайын. Мына жерде 0,875 болады көбейткенде. Енді алымында екеуін не істе дейді? Үшінші азайт дейді. 2,875-тен азайт 0,875-тен. Неше бүтін шықты? Әрине 2 бүтін шықты. Екінші 15-ті төртінші амал. Бірінші бөліндіні орындап аламыз, 1/5-ті бөлемін 0,4-ге. Не шығады? 3,175 шығады әрине. Ал 5-ші амал. Осыны көбейтемін минус 5-ке. Сонда не шығады? 18 бүтін минус. Себебі оң санмен теріс санның көбейтіндісі минусты береді. 18 бүтін 175 шықты. Енді алымы 2-ге тең болып тұр. Жоқ. Мына бізде минус 2 бүтін. Сонда бізде қосылады да 2,875 қосылған 0,875. 3 бүтін минус 3,175 болу керек. Алымы енді жазам 6-шы алымына бөліміне. Алымы минус 3,175 бөлімі минус 18,175. Енді алымын бөліміне бөле қоямын. 18,175-ке бөлсем, оң сан шығады 0,2 деген. Немесе
қысқартып жіберсек болады. Иә? 3,175-ке қысқартуға болады. 18,175 3,175-ке бөлінеді. 5-тен 1 немесе осы 0,2 деген жауап шығады.